Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Қазақ тілін жеңіл әрі тиімді тәсілдер арқылы үйренгіңіз келе ме? Ендеше біздің арнамызға қосылыңыздар. Бүгінгі сабақта әуес ісіміз туралы айтатын боламыз. Ендеше сабақта тыңдалым әрекетінен бастаймыз. Бейнероликті мұқият тамашалаңыздар. Менің бос уақытым аз, бірақ мен әуес ісіме уақыт табамын. Менің әуес ісім гүл өсіру. Мен үйде кішкентай гүлдер өсіремін. Кешке жұмыстан кейін гүлдерімді суарамын. Демалыс күндері жаңа гүлдер сатып аламын. Маған гүл өсіру өте ұнайды. Ол мені тынықтырады. Жаңа сөздерді меңгеру үшін мәтінде кездескен сөздерді орыс тіліне аударамыз. Сөздерді менімен бірге қайталаңыздар. Әуес іс, хобби, гүл өсіру, выращивать цветы, спортпен айналысу, заниматься спортом, сурет салу, рисовать, бос уақыт, свободное время, демалыс күні, выходной день. Олай болса, сөздерді толықтай меңгеру үшін бірінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада асты сызылған сөздерді қазақ тіліне аударыңыздар. Соңғы тапсырмада тірек сөздерді пайдалана отырып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі тақырыпты тыңдау, қайталау, оқу әрекеттері арқылы меңгере білдіңіздер деп ойлаймын. Тапсырмаларды мұқият орындаңыздар, және де бүгінгі сабақта меңгерген сөздерді күнделікті өмірде пайдалануға тырысыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.